Bismillahirrahmanirrahim. Қазақта Құдай бір, Құран шын, пайғамбар хақ дейтін сөз бар. Атамыз қазақ Алланың бірлігіне иман келтіру, ондағы шындыққа көз жеткізу, Алла сөздің ақиқатынан тұратын өз патшалығын бекіту, жерден пайғамбар арқылы жүзеге асатындығын айтқан. Құран сөзінде жоғарыдан келген Алла сөздің ақиқатын растау, Алла сөздің ақиқатын бекітуші пайғамбарын растап куәлік беру Алла тағаланың 100-ші есімімен байланысты. Бақара сүресінде қайдан жолға шықсаң да жүзіңді мешіт әл-харам жаққа қарат, өйткені ол Раббыңнан бір ақиқат. Тура жолда болуларың үшін менен қорқыңдар. Іштеріңе өз хикметімді, мен үкімімді жеткізетін бір пайғамбарды мен жібердім. Енді мені еске алыңдар, мен де сендерді еске аламын, маған шүкірлік қылыңдар, қарсы келмеңдер деген. Алла тағала бұл аятта барлық қауымға өз хикметімен үкімін жеткізетін бір пайғамбар жібергендігін өзінің мен деген ұлы есімнің атынан айтып куәлік берген. Алланың елшісі Мұхаммед алейхиссалам ақыр заманда Алла сөзінің ақиқатын бекіту өзінің қалаған адамы арқылы жерден бекитіндігін және барлық қауымға өз хикметімен үкімін жеткізетін бір пайғамбар жібергендігін өзінің ұлы есімінің атынан айтып берген куәлігін Құран сөзінде шындық деп білген. Алланың елшісі Мұхаммед алейхиссалам соның себебінен Бақара сүресін Құранның шоқтығы деген.